жарық дүниеге жылап кетіп жататын адамзат баласы өмірдің өтпелі екенін өзгеге паш етуді мәңгі бақи армандаған екен. Сондықтан да болса керек, Абайдың «Адамзат, бүгін адам, ертең топырақ, мұны өмір жарқылдап алдар бірақ. Ертең өзің қайдасың, білемісің, өлмек үшін туғансың, ойлан шырақ» дейтіні бар. Дүниеге келу, сол дүниеден озу адамның пешенесіне жазылған жайт. Мәселе, өзіңе жаратушы ие сыйлаған аз немесе көп жарық дүниені, яғни өмірді қалай өткізетіндігінде. Мұқағали ақын кезінде былайша толғаныпты: «Уақытты тоқтатар шамаң бар ма? Бәрі өтеді, дәуірлер, замандар да. Менің жаным ашиды мұны өмірді өтпейтіндей көретін адамдарға». Каждый должен праздновать. Вот так Аллах заведен. Я в этот день, в этот вечер тебе хочу одну только сказать.